ауданы Бұлдырды жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші Ә сынып оқушысы Аманкулова Диана Таймановна менің жоба тақырыбым арманға қанат қаққан жүрек. Жобаның басты мақсаты үйден оқитын сыныптасымыздың алға қойған мақсатына жете алатынына сендіру, өмірге деген талпынысын одан әрі аша түсу, және де өз сыныптастарымен тығыз қарым-қатынас орнатуына көмектесу. Бұл жобаның өзектілігі қазіргі таңда ерекше жандар қоғамда әртүрлі кедергілерге тап болады. Бұл жоба олардың өмірге деген құштарлығын, армандарына деген сенімін көрсету арқылы қоғамда оң өзгерістер жасауға ықпал етеді. Әр бала қолдауға лайық, ал олардың армандарын орындалу үшін біз бірігуіміз керек. Мен жобамның басты құндылығы дені сау және ерекше қамқорлықты қажет ететін баланың өмір сүруге құқығы тең екенін көрсету. Әр адам мінсіз болып жаратылмайтынын, бірақ кемшілікті бетке басуға да болмайтынын дәлелдеу, және де досына қиын кезде көмек беру игіс екенін дәлелдей білу. Бұл жобаның әдістері достарының атынан қолдау көрсету мақсатында түсірілген бейне жазба, және де мектепшілік, сыныпшілік шараларға қатыстыру, сыныптастармен көңіл көтеру. Осы жоба арқылы бізден күтілетін нәтиже сыныптастармен бірлесу арқылы өмірге құштар өз орнын таба білетін ұлттық сана-сезімін оянған тұлға даярлау және өз сыныптастармен достық қарым-қатынас құру. Жаныңмен қауырсындай, сынақтан ауырсынбай, дос керек өту үшін сағынсынбай. Өмірдің бар бағалы, досыңсыз бар ма мәні, бұл әнім жан достарға арналады. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым. Қуанышы төрменіп, досым деп сені көріп, маған делеміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын осы әніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей досты туған батыр ана. Бақытты кешіңе мен айтпасам қосып өлең, жаныңда дос боп жүрмін несіне мен. Дарасың сен мен үшін, данасың сен мен үшін, сен үшін сайратайын кеуде құсын. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым. Қуанышы төрім. Бейнесі аянышты көрінгенмен, ішкі жан дүниесімен тәнінің саулығы соншалықты мәрт пе пәкжар. Ертеңге деген талпынысы, болашаққа бағдардың айқын, егіске ұмтылысы ерекше. Биікке қол созған сыныптасымызға, арманға қанат қаққан жас түлекке сүйеніш болып, қолдан келгенше көмегімізді көрсетудеміз. Әрдайым жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып, жақсылық жасауға ұмтылып тұрайық.